Сөз депутат Ерубаев Серік Сәрсенұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті әріптестер. Ақ жол федерацияның фракциясының депутаттық сауалы премьер-министрдің орынбасары Склярға жолданады. Бұл депутаттық сауалға Ақ жол демократиялық партиясына еліміздің автобус тасымалы саласындағы кәсіп иелерінен келіп түскен көптеген арыз шағымдарын түрткі болды. Бүкіл әлемде қоғамдық көлік шығынды сала болып табылатыны бәрімізге белгілі. Бұл салаға мемлекет еріксіз шығындарды жабу кепілдігімен жеке тасымалдаушыларды тартады. Қазақстанда тұрақты қала маңындағы және ауылдық маршруттарға қызмет көрсету кезінде кәсіпорын шығындарын бюджет қаржысынан субсидиялау міндетті көлік туралы және автомобиль көлігі туралы заңдар, сондай-ақ бірқатар нормативтік құқықтық актілердің нормаларына сәйкес жергілікті атқарушы органдарға жүктелген. Алайда тәуелсіздіктің барлық жылдарында заңнама талаптары жалғыз жарым өңірлерді қоспағанда бұл салада толық орын алмаған, субсидиялауы да жүзеге асырылмаған. Бұл елімізде тұрақты автобус тасымалдарын мүшкіл жағдайға келді және көпшілік жеке автопарктер банкротқа ұшырау алдында тұр. Тәжірибелі қызметкерлер лайықты жалақы іздеп жаппай жұмыстан кетуде, қалған жүргізушілер үнемі жұмысты артығымен істеп, осыған байланысты көлік оқиғаларының қаупі артуда. Жоғарыда аталған жайтты түсіне отырып, үкімет 2018 жылы автобус тасымалдарын дамыту жөнінде кешенді бағдарлама қабылдады. Онда тасымалдарды толық көлемде субсидиялау, автобус паркін жаңарту, электрондық билеттер жүйесін енгізу, заңсыз тасымалдаушыларға қарсы күрес жөніндегі шаралар қамтылған. Алайда бағдарлама іс жүзінде сәтсіз аяқталды. Әлеуметтік маңызы бар саланы субсидиялау 2019 жылы ғана басталды. 2020 жылдың өзінде кейбір облыстарда 21-23 жылдарға арналған бюджетті бекіту кезінде субсидияларға арналған шығыстар қарастырылмаған. Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Өскемен қалаларының жергілікті атқарушы органдары субсидия төлемеу үшін тұрақты маршруттарды әлеуметтік маңызы бар деп танымады. Ақтауда бұл 2020 жылдың 11 желтоқсанында жүзеге асырылды. Бірқатар өңірлерде мемлекеттік органдар мақсатты түрде жеке автопарктерді ығыстырып, Шымкент, Бас, Ақжайық автопаркі сияқты квазимемлекеттік кәсіпорындар құруда. Бірақ мұндай жағдайдың өзінде де бұл мекемелердің шаруашылық қызметіне араласып, субсидиялар төлеу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамай отыр. Бұған мысал, Семей Бас жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде орын алған субсидиялар бюджетте қаралған болса да, әкімдіктер автопаркті сәтсіздік үшін кінәлап, өздеріне заңдармен, мемлекеттік бағдарламамен, шарттармен жүктелген субсидияларды төлеу жөніндегі өз міндеттерін орындамай, мекемені банкротқа дейін жеткізуі. Сондықтан өңірде азып тозған автопарктердің жұмысын тоқтату туралы жүргізушілердің тарапынан мезгіл-мезгіл жанжалдар өршіп тұрады. Өкінішке орай, жалғыз жақсы мысал Қарағанды облысы мен Қарағанды қаласында келтіруге болады. Бұнда субсидиялар бірнеше жылдар бойы заңнамаға сәйкес төленуде. Жалпы қоғамдық көліктің негізгі проблемалары шешілмеген күйде қалып отыр. 2020 жылғы 24 қаңтарда өткен үкімет отырысында Қазақстан президенті мемлекеттік органдардың әрекетсіздігін сынға алып, 2 ай ішінде қалалық жолаушылар тасымалын саласында тәртіп орнату және субсидиялау проблемаларын жүйелі түрде шешу тапсырмасын берді. 2020 жылғы 25 қарашада үкімет Қазақстан Республикасында автомобиль көлігінде қалалық жолаушылар тасымалын дамыту жөніндегі шаралар кешенін бекіту туралы 2020-2022 жылдарға арналған өкім шығарды. Бұл құжат іс жүзінде жүзге аспаған 2018-2020 жылдарға арналған алдыңғы кешенді бағдарламаны қайталайды. Осы бағдарламаны орындамаған үшін ешкім ешқандай жауапқа тартылған жоқ. Осыған байланысты Ақ жол демократиялық партиясының фракциясы автобус тасымалындағы күрделі жағдайды сауықтыру, соның ішінде жұмыс істеп тұрған автопарктерге тиесілі субсидияларды төлеу жөніндегі шұғыл шараларды қабылдауды сұрайды. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары, назарларыңызға рахмет.